Ассалаумағалейкум жақсылар, Бай Сайранбай YouTube арнасы, менің есімім Ернұр болады. Әдеттегідей мектеп анкетасы бүгін бізде шығарылымда қонақта жастар жанашыры Алматы Жайдарман филиалының директоры, продюсер Оңдасынаға келіп отыр. Оңдасынаға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер мен көрервомендер. Күшті. Рахмет келгеніңізге, жалпы шақыртуымызды елеп ескеріп. Бірінші сұрақ, мектеп анкетасын ашпас бұрын толтырдыңыз ба? Мектепте, иә. 2001-2002 жылдар шығар. Наверное, мүмкін. Мүмкін 2000 жылдар шығар, есімде жоқ. Сол мектеп кездегі толтырған, 8-9 класс. Мүмкін, иә, сол жылдар шығар. Бірақ толтырдым. Күшті. Өзіңіз арнадыңыз ба? Өзім арнаған жоқ. Арнаған жоқ. Жалпы сыныптастардан келген бұл соларды толтырып, ойымызды, пікірімізді, философиямызды сол жерге түсіргеніміз бар еді. Жақсы. Олай болса сізге сіздің бетіңізді ашып берейін. Так. Бірнеше қонақ келген екен, әдем. Екі бет өзіңіз еркіңізде қалай толтырам десеңізде, қай жағынан бастайым десеңізде, және де таңдауға қай түспен толтырасыз? Түс па? Мына түс ұнап тұрады. Фиолетовый. Мына түс. Күлгін. Мінекей. Жақсы. Онда бірінші сұраққа көшейік. Бірінші сұрақ бізде толық аты жөніңіз. Құлымбетов Оңдасын Дінмұхамбетұлы. Осылай. Осылай. Инстаграмда Оңдаскин дей сағам. Біреулер оны Оңдасқын деп оқып жүр. Оңдасқын. Адамдардың фантазиясында шек жоқ. Сонымен осы есіммен келе жатқаныма 39 жыл болды. 39 жыл болды. Сіз уже екінші сұраққа жауап беріп тастадыңыз, жарайды. Жақсы. Есіміңізді кім қойды? Оңдасын деп есімді атам қойды. Тойлан деген атам марқұм. Ол кісі ырымдап қойған Оңдасын деп. Себебі өзінің бір себептері болады, сырқаттайды бала деген сияқты. Сол кезде бір оңалып кетсін деп Оңдасын деп қойған ғой. Рахмет, ол баста мен ол есімді бір түрлі жас кезімізде, бала кезімізде дұрыс қабылдай алмайсың ғой, қатты бір ауыр сияқты болды маған мына есім. Кейін уақыт өте келе атама рахмет басқаша қабылдай бастадым. Яғни ол көп кездесе бермейсің, бір отырыста екі Оңдасын болып қалу вероятность өте. Жоқ, негізі ерекше ат қой, көп кездесе бермейтін ат қой. Жақсы. Жаза кетіңіз. Бір деп. Бір. Толық аты жөніңіз. Сөйтеді дағаны ат жөнін жазып кетем, иә? Үш бұл бізде сүйікті түсіңіз қандай? Шыны керек, мына түсті қатты жақсы көрем демеймін, бірақ бір кейбір заттарға келген кезде қалауым әртүрлі, түсіндіңіз бе? Яғни мүмкін үстінде бір ашық түс болған қалаймын да, төменгі джинсы шалбар дегендер темный болса екен деймін, мысалға да. Сондай сияқты әртүрлі. Сондықтан да бір нақты мына түс менікі деп айта алмаймын. Ондай жоқ. Ондай жоқ. Сондықтан да әр түс мен гардеробымда әртүрлі түстер. Яғни костюмдерімде әртүрлі түс. Қып-қызыл костюмым бар. Мынандай түс костюмым бар. Мынандай түс костюмым бар, мынандай. Ашырда. Мынандай түс костюмым бар. Сосын мынандай түс костюмым бар. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да андай бір нақты түске тоқталмаймын дейсіз ғой, қарамаймын дейсіз ғой. Ол өзіне қажетін жеріне пайдаланасың ғой. Онда түс таңдамаймын деп жазып қойсаңыз. Әнекейіңіз. Ондай болды ма сізде? Болмады ондай. Түс таңдамаймын деген де жауап бар екен. Мүмкін мектеп кезінде бұл сұраққа мен нақты бір жауап берген шығармын. Бірақ уақыт өте адамның ойы да пікірі де өзгереді. Иә, әлбетте. Түс таңдамаймын. Әнекейіңіз. Ой, керемет. Жақсы. Келесі сұрақ бұл енді бізде сүйікті тағамыңыз. Шынымды айтайын ба, мен күріш көже жақсы көремін. Күріш көже? Өте қатты жақсы көремін сол тамақты. Содан кейін манты асқабақпен. Асқабақ? Именно асқабағы бар қосылған. Сол манты әкетет бар ғой. Күшті. Ал қалған тамақтарды да былай жеймін ғой. Просто жаңа енді нақты жақсы көретін дегенге жауабым. Сонымен манты, күріш көже
күріш көже деп жазады. Күріш көже. Ешкімде болмаған нәрсе деп қойшы. Күшті отыр, мынау уже бастамасының өзінен. Күріш көже. Иә. Сондай бір өзім, сондай болып Сәл сәл бір. Содан енді сусын көбінесе су ішем. жай су. Қара су, иә. Ал бағаяғыда жиі мысалы қандай кола ішуім мүмкін еді, дизи көп ішуім мүмкін еді, Red Bull аралас, виски нағылған жоқпыз да. Қазір енді уақыт өте жаңағыдай ғой, тағы да таңда өзгеріп отыр. Сондықтан да су ішейік ағайын. Судан пайдалы нәрсе жоқ. Су, жай су. Жай су. Болмаса Алатау есеу. Сонымен күшті. Келесі бұл енді жануар, сүйікті жануарыңыз, ассоциация немесе өзіңізді бір жануарға теңейтініңіз. Негізі мектеп оқып жүргенімде ғой, енді бертін келе жаңағы мынау қаладағы өмірде үйде жануар ұстау қиын ғой енді. Пәтерде. Ал бірақ мектеп кезінде менде бір овчаркам болды. Чарли болған есімі. Сосын бір кәнден ит болады, кішкентай. Сондай итім болды. Оның аты Король болды. Екі ит асырағам сондай. Екеуі де бір сондай ақылды несі бар, ерекшелігі бар өздерінің. Қолға үйретілген беді? Қолға үйретілген. Отыр десең, отыр. Овчаркам сондай еді. Король бұл өзінше бір басқа әлем ол. Сондықтан да мектеп кезінде, бірақ қазір әлі жоқ. Енді қазір жеке үйімізді Құдай қаласа аман есен бітірсек, міндетті түрде ит асыраймын. Міндетті түрде, өйткені бір ит үйде кедергі емес ол. Сенің жеген тамағың соны жейді ол. Оған тамақ табылады, тем более сенде. Дұрыс па? Үйіңде 5-6 адам өмір сүріп жатса, итіңе де тамақ табылады ғой. Сол сияқты. 7 қазынаның бірі ішем. Күшті. Жамандығы жоқ. Сонымен ит дейін ба? Ит. Жоқ деп айтсам. Ит. Мысықты да асыраймыз, бірақ енді андай бір ойбай демеймін. Мысық бізде үйде баяғыда дәстүрлі түрде жүреді. Мысық деген. Жер үйде ше. Пәтерде обратно жаңағы пәтерде оны ұстауға да жануар ұстау кішкене. Өйткені біз мысықты не үшін ұстадық? Жаңағы тышқан бірдеңе үйге кірмесін деп ұстадық қой. Жер үй болғаннан кейін. Жәндіктер бар, жәндігі бар, бәрі сол қоңыз бәрі су тазалайды, рахат. Ал пәтерде енді ондай мәселе көп жоқ. Сондықтан да қажетінше дейік. Жақсы. 7-ші сұрақ енді спорт түрі. Негізі спорттан футболды ұнатамын. Реалдың жанкүйерімін. Және де негізгі чемпионаттарда көп сөйлейді, Реалдың жанкүйері болсаң, Криштиктің фанатысың да ойлайды. Португалия дейді жоқ. Әр кезде әр қалай, яғни құрамына байланысты команда. Яғни сенің любимчик ойыншыларың болады ғой өзің, клубтарда ойнап жүрген. Сол басым көпшілігі қай елде ауып кетеді. Сол сборныйға өзімше қолдау білдіремін. Өйткені сенің көп жақсы көретін игроктан сол жерде жүр деген сияқты ғой. Мысалы, бір ойындарда Францияны жақсы көріп тұрасың, бір ойындарда Италияға болеть етіп кетесің, бір ойында Португалияға да болеть еттік мысалға да. Аргентинаға болеть етпетін білмеймін аға екен. Осы әлем чемпионатында кімге жанкүйер боласыз? Опять же состав. Мен бұл өзім принципім, өзімше бір менің любимчиктерім қай жақта басым көпшілік, әлі нақты білмеймін. Ол шақырған составына байланысты бар. Бірақ енді мынау ел болып, мұсылман халқы болып, өзбектерге болеть етейік деп отырған бір сондай бір ұсыныстар да болып тұр. Бәріміз деп. Жүрегің бір бұрып тұрады да. Олар бірінші рет шығып жатыр. Тем более өзіміздің туысқан бауырлар, көршілесіміз. Сондықтан да солардың бір қуанышына біз де бөлісіп көрейік, болеть етейік. Құдай қаласа. Сондай бір патриотизм де бар. Бір шетінен ертең енді қандай да болмасын, бірақ өзіңді жақсы көретін клубыңда ойнайтын балалардың басың көпшілігіне қарай. Соған қарай аңғайды. Соған қарай көреміз. Күшті. Жаза кетіңіз. Футбол. Спорт, енді спортсмен. Сүйікті спортсменіңіз бір бақылайтын, өзіңіз қарайтын. Мен нақты жазылғаным қайдадан сол, мысалы, қазіргі таңдағы әлемдік деңгейдегі сол Криштиану Роналду тұрмыз. Тіркеліп мысалы да. Білмеймін, бүкіл әлем соған тіркеліп алған шығар деген.
біздің қазір мен қараңыз, ішкі чемпионатта жүрген балалар өз алдына. Өйткені енді іште бөліп жүре алмайсың. Сондықтан да әлемдік деңгейде ойнап жатқан балалар бар ғой. Иә. Оның әрқайсысына болеть етеміз. Себебі мысалы бір ойында шапкач шығып жатса, соған болеть етесің мысалы да. Бір ойында мына жақта асу шығып жатады. Оған болеть етесің. Қалай айналып келсең де елдің атынан шығып жатқан адамға болеть етесің. Ал ішкі чемпионатта енді мықты жеңсің ғой. Күшті ұтылып кеттіңіз. Таза конкуренция. Күшті ұтылып кеттіңіз. Кім деп жазасың енді? Мен Криштианоны жазамын. Криштиан жазасыз ба? Өйткені бірінші соған жазылғанмын деп ашық айттым ғой. Иә. Криштиано Роналдо. Таза Таза спортсмен дейді. Таза спортсмен, басқа ештеңемен айналыспайды ол кісі. Иә. Бизнесі бар, болды, рахат. Политик, саясатқа араласпайды, әншілікке араласпайды, яғни шығармашылыққа. Спорт. Сонымен баурап жатыр бәрі. Сонымен ғана. Күшті. Соның пигіне жетіп алған еще. Иә. Сондықтан да мен енді дұрыс деп ойлаймын өзімнің таңдауымды. Сонымен келесі сұрақ 9. Енді спорттан шығармашылыққа өтеміз. Сүйікті актер немесе актрисаңыз? Мен негізі актерлардан шетелден ғой. Рассел Кроу жақсы көремін. Рассел Кроу. Өте мықты. Гладиатор емес пе? Иә, гладиатор ғой. Ол мысалға біреу қайғыр дегенді ойнап бер десе біреу деп айқайлауы мүмкін да, ол айқайламай-ақ та қайғырып бере алады, түсіндіңіз ба? Түсіндіңіз ба? Иә. Жақсы көретін. Өйткені енді мен басқа актерларға бір нағып атқаным жоқ. Просто сондай техникасы бар адамда. Сосын Дензел Вашингтон деген азамат бар. Мен атағы ғой қазір. Иә. Ол кісі де өте мықты. Өзінше бір образы бар. Үнемі өзін таза ұстайды. Яғни кинода да. Түсіндіңіз ба? Андай бір лас нәрсеге, арданы өтетін нәрсеге бармай, сондай өзінің образын бәрі честный болып, великий уравнительді алатын болса мысалы. Сондай сияқты книге лая мысалы. Бір нәрсені алып баратыр, ол ешкімге тиіспейді, тиіскенде аямайды деген сияқты ғой енді былай. Түбіндегі моральді қандай оның керемет. Жалпы көп оның киносы. Гнев деген киносы бар, білесің бе? Гнев деген? Ой, вообще күшті, көр соны. Гнев деген киносы бар, бір қыздың телеохранителі болып ойнайтыны бар. В общем, ол кісінің еще анау несі бар, самолет туралы көріп пе едің? Атын ұмыттым, пассажир ма бірдеңе? Заложниктарды ұсталып сол жерде. Жоқ, ол пилот болады. Пилот болып ойнайтын. Пилот болады да, ол ана кино вообще не ғой? Ол ана кинода құлайтын самолетті төбеге ұшырып алып кетеді, каким образом. Самолет былай ұшса, ол төмен қарай кетіп баратыр ғой. Самолет бүйтіп айналдырып алады, төбе қарай ұшады. Өйткені қанаты зайыл, и тек падает. И тұрады да айналдырады да, сөйтеді да бүйтіп. Да того, осындай, түсіндің ме? Сондай герой болады, бірақ ол герой болып тұр ғой біздің көзқараста. Ал кинода оны соттайды. Сондықтан да көріңіз. Не үшін сотталады? Ол шынайы болған оқиға сол желісімен ба? Деген әңгімесі бар, по-моему, шатаспасам. Или қателесіп тұрмын мүмкін, кімнің де ойнаған бір киносы бар еді ғой. Есімін ұмытып қалғанмын да рас, ұмытып қалдым. Ол кісінің соңғы бір живой. Том Хэнкс. Иә, білемін оны. Неге суға түсіреді. По-моему, сонымен шатастырып, реальный событие деген бойынша. Мына кісінікі, может, вымышленный, есімде жоқ. Бірақ күшті, көр. Жақсы. Сонымен актерыма. Актерға кім жазасыз? Джим Керри. Рассел Кроу? Иә, Рассел Кроу және немесе Дензел Вашингтон. Қазақстандықтардан алып қарайтын болсақ? Қазақстандықтардан маған жақсы ұнайтын актер негізі кім? Асылхан Төлепов еді, бұл кісі бірақ ойнамай кетті что-то. Иә. Мықты актер еді негізі. Маған сол кісі ұнайтын. В целом актер ретінде бүкіл данные бар да. Иә. Ойнату бар, дауыс, түр, харизма, бәрі бар да, яғни актер. Иә. Түсінікті? Все. Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ бұл бізде мем, сүйікті меміңіз бар ма? Өзіңіз бүйтіп көп қарайтын ондай жоқ па? Жоқ, мем жоқ. Менде бір өзім любимый стикерім бар. Это уровень деген. Это уровень? Да. Уровень сурет тұрады да.
Мысалы біреу бірдеңе алса молодец дегенді соны жіберемін. Любимый стикер мысалы. Анда мақтағанды да басқаша мақтағым келеді. Сәл настроение сыйлап мақтағым келеді. Сен жасаған болады Мен саған жіберіп қоямын. Иә. Бірақ ол үшін сен мощный нәрсе айтуың керек та, мен сол соны уровеньге теңеуім керек. Ол стикерді, ол видео емес, ол біреудің суреті емес, бір адамның емес, түсіндіңіз бе? Бір жануар емес ол. Ешкімді мазақтап жатқанда жоқсыз. Жалпы әзіл деген кезде ешкімді адамның келбетіне, табиғатына, яғни тұлғаны бойынша табиғатына әзілдеуге болмайды. Иә. Ол өте лас дүние. Неге мұрныңыз дәу деген шутка ше, болмайды, неге андай деген. Негізі ол дұрыс емес та. Иә. Егер адамда таңдау болса, иә, барлығы Брэд Питт бола алғысы келеді ғой. Мысалы, условно айтып жатырмын. Иә. Қазіргілердің енді красавчиктер кім екенін білмеймін. Біздің заманда Брэд Питт дегендер әкететін, Том Круз дейтіндер. Келесі сұрақ бұл әнші. Сүйікті әншіңіз бар ма? Тыңдайтын группа немесе? Әнші или группа. Вот осы жерде мен әртүрлімін, опять же. Мысалға мен мына әнші деп тыңдамаймын, мен әнмен кетемін. Мысалға маған Садрадиннің ана әні ұнайды, мына жерде Қазбек Құрайыштың мына әні ұнайды, Сергей Ибрагимовтың мына әні ұнайды, сондай да. Әркімнің өзінің бір күшті әндері бар. Барлық әндері күшті емес. Кез келген әртістің. Сол сияқты да. Сондықтан да бір нақты мынау кісі демей, біздің Қазақстанның барлық әншілері әдемі, өзінің бір күшті жолдары бар, өздерінің деңгейі бар. KZ Stars дейм. KZ Мәссаған. Не деген қысқарту мынау. Ал былай, қандай жанр ұнайды негізі өзіңізге? Или жанр таңдамайсыз ба, майланасыз ба? Жоқ, ондай мен жалпылама шетелдінде R&B-де тыңдай берем, клубныйды тыңдай берем. Рок тыңдай алмаймын. Звери деген группаны тыңдаймын мысалға да. Русский рок. Чуть-чуть, сондай кішкене бір нелері бар, почерктері бар. Сол сияқты әртүрлі братья Гринді тыңдаймын. Анда-санда Филипп Киркоровтың бір өлеңдері мықты мысалға да. Мына Валерий Меладзе шығып қалады бірдеңемен. Өзіміздің қазақстандық мощный қаншама баяғының әртістері бар. Ойбай кезіндегі 101 группа қандай еді мысалға да. Алдабайдың өзі шыңғыртқан кезеңі болды. Иә. Сондықтан да мынандай емес та, нақты. Әркімнің бір күшті әндері бар. Сол бойынша. KZ Stars. KZ Stars. Келесі ән негізі сүйікті ән еді. Сүйікті ән. Қазір таңда мен соңғы қайталап тыңдап жүрген әнім мынау. Иә, болады. Тыңдатайын, айтпай-ақ қойын кімнің ән екен, не ән екен. Авторскийға тұсқамасақ ол да қой беріңіз. Кеттік. Мына ән. Жүйесісінде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, кеп айтатын абай болу қайда маған, болмасам да ән жаздым арнап саған, сеніммен де көп ішінен таңдап алғам. Мендегі ән бәлкім сендік талғам. Не қалайсың мені, не қыласың мені, жүрегімнің емі, ля ми фа рені, не қыласың. Бұлай шықпаған ән ғой. Өзім дайындап атым да. Өзіңіздің да? Өзіңіздің дауысыңыз. Бәс, күшті. Мен осы соңғы тыңдап жүрген ән деп атқан. Не жерін түзеу жүгіру екен, мына жерін бүйтіп жіберейік брат деп анау аранжировщикпен ше. Соңғы 3 күн, 4 күн осы тек осы. Осы миым ағып кетті осымен. Күшті, әдемі. Мен андай кейбір
кеш жүргіземін, концерт жүргіземін, сол моменттерде андай өзім паузамды өзім жауып тастаймын işte. Әндерімді қойып қоямын. Сіз өзіңіздің біраз әніңіз бар ғой, получается, да? Бірнеше ән. Бірнеше әніңіз бар, Бірақ интернетте жоқ ешқандай. Мен просто өзім тойларда өзім еще авторский ол бәрі. Мотиві де өзім жазамын. Кейбір кезде сөзін енді інішектерге мынандай идея болып тұр деп жаздырып аламын. Кейбір бірақ мотиві бәрі өзімдікі. Әнді өзім шығарамын. Күшті. Сондай бір нәрсеміз бар. Жақсы. Иә. Өте керемет қой мынау. Бірақ ешкім білмейді оны. Сенде қазір сол бірінші рет. Бір күшті инсайт қой мынау негізі. Саған сондай бір жаңалық. Керемет, керемет. Өзіме де жаңалық. Керемет. Өзіңіздің әніңізді жазыңыз онда. Атын жазып қойыңыз. Атын жазып қояйын, иә. 13-ші сұрақ бұл бізде сүйікті кітабыңыз немесе автор. Сүйікті кітабым дейсің ба? Мен ең жақсы көретін кітабым білесің ба қандай? Қайсы? Қазақ энциклопедиясы. 12 том. Оны айтып тұрған себебі мен балалық кезім тек сонымен өтті. Негізі. Анам кітапханашы болып істеген. Ауданның методисті деп атады, мама несі. Лауазымы сондай болды. Ол яғни біздің ауданда 36 мектеп болса, сол 36 мектепке келетін кітап қоры бар ғой, жаңағы оқулықтар. Соның бәрін біздің мама қабылдап алады, облыстан, Шымкенттен. Сөйтеді дағана полный пәленбай 1000 кітап сөйтеді дағана әр мектепке жаңағы не бойынша өзінің бір распределениесі бар ғой, мынаған сол бойынша таратады ғой, әр мектеп. Яғни мен үнемі жаңағы кітап тасумен соның ішінде әдемі кітаптар көріп, мен аны оқып, соның бүйтіп пока алып кетемін дегенше ол кітаптарды тұрады ғой. Сол кезде оқып аласың, қызық-қызық кітаптар бірінші болып көресің. Вообще күшті да. Жаңадан енді өзі аш. Содан мамам да кітапқа құмар, өйткені әкесі сондай болған, ол кісінің нағашым. Содан үйде кітап болады да бізде, міндетті түрде. Жаңа қазақ энциклопедиясының 12 томы болады. Бірінші томнан бастап аштым, мынандай ғой қалыңда. Күшті факттар бар да ішінде, түсіндің ба? Оның ішінде қазақ энциклопедиясы дегенге сен ойлап қалма, тек қазақтар туралы дейді. Жоқ, ол жерде қазақ тілінде, бірақ бүкіл ақпараттар бар да, мысалға. Көп әңгіме ғой, факттер, оның ішінде условно дельфин көзін ашып ұйықтайды деген фактке дейін жазылады. Қысқа, әдем. Анау қызықты сен анауны оқыған сайын әртүрлі факт біле бересің да. Түсіндің ба? Тағы не қызық. Түсіндіңіз ғой? Сол мен ең қатты жақсы көрген кітап. Атак былайша енді әдеби кітаптар оқыдық. Оны қазір біреуін былай тартсаң, біреу былай шығады. Мысалы, қазіргі таңда кітапхана деген бағдарлама бар ғой біздің балалар істеп жатқан. Соның өзінде қаншама әдем кітаптарды мен оқыған кітаптар талқыланды, оқымаған қаншама кітабым талқыланды. Мәссаған деп қалып жатырмын да. Сондықтан да әлі де мына кітап деп жабысып қалуға болмайды, өйткені әлі қаншама туындыны біз білмейміз. Бірақ мен жаңа ең өзім үшін қызық ол қазақ энциклопедиясы. Күшті. Всем советую деп қой. Творчество. Сөйлемді жалғастыру керек. Мен жек көремін, ары қарай жалғастырыңыз. Мен өзім бойымдағы кейбір нәрселерден бастайын жек көретін. Болады. Өкінішке орай кеш түсінесің ғой енді ондай нәрселерді. Мысалы, кезінде андай өзімше мен білемін дейтін нәрсем көп болған екен. Соны жек көремін. Неге өйттім? Білмеймін десем нем кететін еді. Артық информация алатын ем ғой деймін да. Сен білемін деп тоқтатып қойғаннан гөрі ақпаратты түсіндіңіз ба? Осы жерім сәл. Қазір ол жоқ, қазір уже біліп тұрсам да үндемей тыңдап отыра беретін. Өйткені мүмкін мен білмейтін нәрсе айтып қалатын шығар ішінде. Соның ішінде. Түсіндіңіз ба? Жақсы. Бұл жерде сол тыңдай білу. Кейін енді ол білесің бе, ол уақытымен келеді екен. Мысалға мүмкін уақытымен, мүмкін сәтімен келеді, яғни ситуация дейді ғой. Кейбір адам бір ерте есейіп кетеді ғой, бір ситуацияға байланысты. Мысалы, өмірдегі тағдырына байланысты. Кейбір адамдар кеш есейіп қалады. Сондықтан да енді бір нақты мынандай деп айта алмайтын нәрсем бар екен осы жерде. Өзім түсініп тұрғаным. Сәтке байланысты екен. Ситуацияға байланысты, сәтке байланысты. Сен ұнатпайтын, жек көретін адамың бар шығар да? Условно айтайын. Сол адамның жан досы бар ғой. Ол жақсы көретін. И ол жақсы адам деп есептейді. Түсініп отырсың ба? Оны. Қара.
оның жалғыз дос емес, оның да бірнеше дос бар, жақсы адамдар. Сен бірақ жек көресің, ана ит, ана адам емес дейсің. Сені де жақсы көретін достарың бар, сен де жалғыз емессің. Иә. Кімдікі дұрыс қой? Ну, у каждого своя правда дейді, әркімнің өзінің шындығы бар. Тағы бір мысал осы да. Яғни сен ол адамды ситуацияға қарай таныстың ғой. Күшті ситуация танысқанда ол саған жақсы болуы мүмкін. Сен сондай жаман ситуация танысып қалғанда, сен оны жек көріп қалдың. Первое впечатление. Өзің таптың соны. Мен соны айтқым келіп тұр. Көрдің бе? Сәт. Иә. Бірінші сәттің ғой, впечатление. Бірінші көргендегі конфликт болмаса, әңгімелесіп кету, диалог. Сондықтан да адамды да бүйтіп нағыламайды екенсің да, сәтке байланысты адамдардың да характері, адамдылығы да. Иә. Жақсы. Күшті. Өте күшті жауап. Деген ой менікі. Өте күшті жауап. 15-ші сұрақ бұл бізде. Өзіңізді мақтай аласыз ба? Өтіп кеттік одан, по-моему. Біз қазір мақтайын, мен үйде өзім андай келіншегім арамызда, екеуміздің андай бір өзіміздің приколдар болады ғой? Иә. Семейный. И менің андай бір өзімнің приколым, стилім мақтанып сөйлеймін да. Мақтанып сөйлеймін, әдейі. Келіншегім. Ала жартылады соған. Түсінді ба? Мен болмасам осы деп әдейі. Ол для прикола да. Келіншегім күледі. Бұл настроение үшін ғой. Шынына келгенде көкірегіміз көріп отқанымыз жоқ. Сондықтан да өзіңіздің жағымды жақтарыңыз? Мен енді мысалға андай нәрсем бар өзімнің. Бірінші болу керек па бір жерде? Бірінші болып алу керек болады. Жоқ, бірінші емес, екінші болу деген жерде выключить бас қой, екінші болып отыра бере аламын. Жоқ, мынаны спасать надо десе, блин, давай. Сонымен, түсіндің ба? Қосамын да, болды. Қайырлы кеш, құрметті достар, бүгін бізде осындай керемет сұхбат болайын. Қосам болды. Иә. И алып тастай аламын. Өсті, спокойно отыра аламын. Яғни, соны мұнайды маған. Тойға барғанда да сондаймын, мысалы. Кейбір отырыстарда да, мысалы, мен тұрамын, дос балалар бір ұмтылып тұрады, бірдеңе айтып, бір айтып, сол кезде мен жағаласпаймын, брат. Все, фыкл, тік. Демала бер, я, бар ғой балалар, сөйлеп жатыр. Рахатта. Ал егерде тып-тыныш болса, что-то не то, тік қосыласың. Я, так, битеге. Понял, да? Ситуация, опять же. Сондықтан сол бір өзіме ұнайтын сол ғана. Керемет қасиет қой, былай қарап тұрсаң, көп адамда да бола бермейді. Ол не үшін білесің бұл? Ол анализ жасай білу екен. Яғни отырасың, анализ жасай аламын да, мысалы. Соны ерде болатқан әңгіме маған саған ертең бірнеше адамға ғана қызық та. Общий аудитория қызық болмауы мүмкін. Или же там жаңа ананы көрем, мынаны көрем, значит, мынадан мынандай ғой деп анализ шығара аламын. Сондай дүние салыстыра білу. Бір шетінен. Жақсы, иә, жаза кетіңіз 15-ке. Келесі сұрақ енді 16-шы, бұл бізде жағымсыз жақтарыңыз өзіңіздің. Жаман қасиетім бар. Міне. Бір қасиетін бір от алсам тоқтай алмаймын. Ашуда ше. Эмоция басқарып үйрену керек адам. Оны мен білем, бірақ істей алмай жатыр. Жасай алмайсыз. Ең басты менің кедергім де сол. Эмоциям менің, мысалы бірдеңе болып жатады ғой, енді мен просто так-та жынданбаймын. Иә. Бір ситуацияға қарай ғой, опять же, егерде бір дұрыс емес бірдеңе көріп жатса, менің миымда тұрған дұрыс нәрсе сол дұрыс емес болып мына реализовать етіп жатса мүмкін. Мен енді өзім анализім ғой, неге үйтем дегенге. Сол кезде андай бақыт ағалап бірден. Неғып деп ше, сразу ашуға сап. Жоқ па, жай, уже білінді ғой негізі. Білініп қойды ғой, бірақ соны болды ғой, соны айқайламай-ақ айтсаң да ше, ол түзелмейді түсіндің ба? Барда екі вариант подачаның. Мен сол ашуға сал айтып жүретінмін. Сол маған кедергі. Өйткені қаншама әріптестерді ренжітіп қоямын енді, бірақ нағымайды көбінесе. Кешіріп қарайды енді. Рахмет, олар жақсы көремін сол үшін. Түсінеді ғой негізі осындай мінезіңіз. Қанша бауырларым бар, оларды түсінеді, кешіріп қарайды. Сонымен күресудемін. Сол жек көретін де, жаман да қасиетім сол. Эмоцияны басқара білу керек. Барлығын айтатым сол. Соны үйренсеңіздер,
бірінші ашумен келген ой ол дұрыс емес ой да болуы мүмкін. Иә. Сөз де жаман сөз болуы мүмкін. Жақсы, иә, жаза кетіңіз. Келесі 17-ші сұрағымыз бұл бізде цитата немесе қанатты сөз. Мен статусымда WhatsApp'та сокращай речь до смысла деген сөз бар. О, Смыслы жақсы. күшті ғой. Енді ол қазір көп әңгіме кетейін деп тұр да. Не соответственно да олай ме? Просто жаза кетіңіз әшейін цитатаны. Ары қарай қозғамай-ақ қояйық. Керемет, 18 бұл жабылмаған гештальт бар ма? Жабылмаған гештальт осы ән. Ән? Неге өйткені мен енді бала кезде садиктен бастап өлең айтқанмын ғой негізі мектептен. Ауылда 1900 қазір айтамын. 1993 жылдары, 92 жылдары микрофонмен өлең айтып, садикте сахнада ою костюм шалбармен түсіндіңіз бе? Тіктіртіп мамам. Сондай болғам. Кейін мектепте 2-ші класстан бастап мен Ахмет Жұманов атындағы музыкалық мектепке беріп тастаған домбыраға. Соны бітіргем, мектеп 5 жыл оқып. Сондай, в общем, мектеп кезінде мен еще бір әндер шығарам, ыңылдап музыкасымен. Яғни тек мен андай ақын емеспін, сөздер күшті қылып шығаратын. Ондайым жоқ. Мен бір көрген нәрсеме, сезімге өзімнің жеткен біліміммен, сөздік қорыммен суреттеп, мотивімен шығарамын да, түсіндіңіз бе? Сол кезде мектепте ыңылдап өзімше дәптерге, бірақ айтамайсың еш жерге. Біріншіден, оны аранжировка жасайтын жағдай жоқ. 96-97 жылдары көкемменің мысалы да. Ол жерде. Екіншіден, класстары деген күшті Құдайдың қосқандары ғой енді, ол бауырларың ғой, өйткені сен таңдамайсың класты. Сенің анау өмірге келген туған бауырың сияқты ғой ол да. Таңдамайсың ғой ол. Келеді, сол бауырың қаласың. Сол сияқты класстастар сондай да сен. Бір классқа жинап берді Құдай, сен бауырың болды. И олардың ол кездегі буллингі патологтың төбесінде да. Басқа шу деген. И айтпайсың да онда. Көрсетпейсің. Онда біліп тұрасың ғой, қазір поддержка емес. Ол буллинг ғой, строго. Содан кейін ол қалып кетті ғой, түсіндің ба? Шықпай, гештальт. Өйткені бір тағы класстасымыз болды. Бәкең, сол мысалға ол да жаза алатын сондай несі бар да, қасиеті. Күшті еще оның да сөзді қоры әдемі жазады. Бірақ соның өзіне балалар, ол көрсетіп қойып еді, кетті буллинг. Өмір әлі күнге дейін тиіседі. Ол енді жазбайды қазір. Ондай өлеңдерді. Мен білмеймін енді. Мүмкін жазып бізге айтпай жүрген шығар. Өздеріңіздің сыныптарыңыздың мемі болып кетті. Иә, өзімізше бір буллинг жасайтындай қылып, жаман қылып жазған жоқ та ол. Ол әдемі, күшті жазған, просто біздікі көріп прикол ұстау ғой. Қызық көру ма жай? Менің гештальтым сол өзіме ән жазып қой, мен әнші болу емес мақсатым. Түсіндіңіз бе? Жаңағындай өзіме керек кезде пайдаланамын. Өзімі ыңылдап шығарған мотивтерім, кімге кедергі деймін да. Сонымен ән шығару ғой. Дұрыс па? Шығару, иә. Ән шығару деймін. Кейін күшті әндер шығарып атсам, мынау пока енді өзіме болады. Күшті, онда күшті артистерге сатам. Күшті, негізі тыңдап жатыр ғой, бірінші тыңдаған кезде. Впечатление өте керемет. Музыка өзі андай прям бірден қозғалғың келіп тұрады, қозғалғың келіп тұрады. Келіншегіңе страдать етпей, енді шүкір ғой Алла, келіншегімен өмірін бірге сүріп жатырмын, бала шағам бар, бір емес үшеу. Қайғыратын емес, көңілді ән арнаған. Күшті, керемет. Бақытты болып жүре берейік деп. Сонымен 19-шы сұрақ, енді бұл бізде арман немесе мақсат. Арманым ше, жақсы адам болып қалу. Жақсы адам болып қалу. Жақсы адам болып қалу. Неге? Қазақта бір жақсы сөз бар. Жақсы әкенің аты жаман балаға 40 жыл азық дейді. Сондықтан да мен ертең қанша өмір сүретін бір Аллаға мәлім. Бірақ сонша өмірімде жақсы дүниелер істеуге тырысам, және де артынан жақсы әңгіме ерсе екен деймін. Өйткені менің бала шағам ертең менің ат жөнімді жамылып жүрсе екен деймін да. Хотя бы. Қай жерге барса да әйтеуір мен үшін қадайда бір құрметпен оларға бір мүмкіндік беруге өз алдына бір. Өйткені енді менің тәрбиеммен өскен бала шаға ғой енді түбі. Сондықтан да бір сондай бір ұмтылысым бар.
бірақ қаншалықты ол менен дұрыс шығып жатқанын білмеймін, уақыт көрсетеді ғой. Иә. Керемет. Жақсы Өте адам. керемет. Басқа мақсат жоқ. Бірақ енді қазір көбісі айтуы мүмкін, материалдық ақша, әрине ол уже бытовуха. Иә. Мысалы сен күшті тамақ ішкің келеді ғой. Оны енді қазір айтып отпаймыз ғой. Ол әңгіме қылатындай нәрсе емес. Ол бола беретін дүниелер. Күшті зат, күшті киім деген, күшті көлік. Бірақ түпкі ақшаң болсын, ақшаң болмасын, жақсы адам болып қалу қиын да. Керемет. Мысалы, менің ойым сол. Жақсы адам болып қалу. 20-шы сұрақ бұл бізде есіңізде қалған ең керемет сәт. Жалпы самый запоминающий момент в вашей жизни. Это бұл өте қайғылы, өте эмоционалды, немесе өте қуанышты жағдай болуы мүмкін. Бірақ өзіңіздің өміріңізде сондай қатты есіңізде қалып кеткен сәт. Балалық шақтан, жақын уақыттарда. Көп нәрсе қазір бүйтіп келеді ғой енді көз алдыңа. Мектеп кезімнен алғаннан бері қарай келетін болсам. Күшті сәттер көп негізі. Мынау деп бір выделять ете алмаймын өйткені. Мысалға, үйленген кезімде күшті сәтті. Балам дүниеге келгенде күшті сәтті, мысалға. Бірінші балам дүниеге келгенмен, екінші балам дүниеге келгенде күшті сәтті, екеуінің арасын бөліп жарамайсың да. Мынан күштірек деп айтамайды. Әр баланың өзінің о несі. Иә, сол ғой. Үшінші балам келген кезде де күшті сәтті, бірақ оны күштірек деп айта алмаймын да. Әркім өзінің. Сондықтан да бақытты күндеріміз ғой, күшті сәттеріміз. Бақытты күндер қандай күндер? Тірі жүргенің бірінші. Екіншіден ішерің ауырмағаның, таңертең тұрғанда сенімен қасыңда болғаның, тамағың болғаны, жұмысың болғаны, сені мазалайтын парабойты шаруалар болғаны, сені съемкаға шақырғанның өзі бақытты сәт. Мысалы мен сен шақырғанның өзі де маған да бір бақытты сәт қой. Неге? Өйткені енді сен әркімді де шақыра бермейсің ғой. Бір белгілі адамдарды шақырасың. Ол да бір өзінше бақытты сәт, түсініп отырсыз ғой. Мен кофе ішкен бақытты сәт. Мен жақсы көретін бір кейбір нәрселерім бар сол. Пиво ішкенім бақытты сәт. Ойлап қалған шеттер. Енді әркімге әрқалай. Мысалы мен өмірімде мұхитты көрдім бірінші, тынық мұхитын көрдім деген сияқты. Ол да бақытты сәт. Мұхитты көрем деп ойламайсың ғой. Сол сияқты да, яғни бақытты сәттер ғой, сөйте салайын. Иә, болады. Общий, а только жеке-жеке ол. 21 қатты өкінген кезіңіз, немесе бір көңіліңіз қалған кез? Бір ситуация бар ше. Соған енді көп қой өкінетін ситуация. Негізі өмірімізде адамбыз ғой. Пенде болғаннан кейін қателесетін моменттер өте көп. Себебі мен де сен де бірінші рет өмір сүріп жатырмыз. Бір опытым жоқ бұдан. Енді бірақ бір андай есімнен кетпейтін ят болды ау дейтін бір момент бар да менде. Ондай моменттер көп, бірақ айта алатын момент осы отыр. Көбірісінде камераға айта алмайтын моменттер де көп. Бір неге концертке шақырады Қонаев қаласында, ведущий болуға. Далада площадьта ғой? Центральный площадьта далада концерт болады. Мен қазақ тілінде жүргіземін. Қасымда бір орыс тілінде жүргізетін бір жігіт бар. Білмеймін, мен танымай, өздері тапқан. Ол жерде кәдімгідей халықаралық фестиваль болып жатыр. Биден жарыс, тағы бірдеңе, юмор, бірдеңе, ойшым сондай. Әртүрлі. Әртүрлі саламен. Ол кезде Алматы облысына қарайды Қонаев қаласы. Қапшағай есімі атауы. Есімі дегенше. И сол облыстың әкімдігіне істеген бір жігіт сені март шақырып тұрғанда мен сол кісіден көрген сайын ұяламын ше. Қазір ол әлі де сол бір мемлекеттік қызметте жүрген кісі ғой. Жалпы өзім былай қатты сыйлаймын, бірақ жаңа моментте ұяламын да. Күндіз келдік. Қонаевқа келіп орналастық. Таңертең ба 11-лерде. Концерт кешке. Естественно, бізді бір күшті гостиницаға жатқызып, пляжның қасында деген сияқты. Сосын енді суға түсіп алайық дедім. Суға түсіп алып, балалардың яқтан көйлектерге батыр, күшті, бәрі атмосфера күшті. Жүрміз бәрі күшті, өйткені кешке концерт. Суға түсеміз, өйтеміз. Сөйтіп сағат бір 3-4 ма, примерно мен бір демалып алайын дедім. Кешке сағат 7-те концерт. Примерно условно 7-те концерт басталады. 2 сағат ұйықтап алсам деген ой ғой енді. 6-та тұрып, 6-та жуынып шайын, 7-те кәкіштік. Өзі рәп кетеді еще. Сөйтем де ішке керем дағы, гостиницаның нөмірім керем де, сыртына мынау
не беспокоит деген бар ғой. Сондай тік ілем да, шық деп құлтаймын да, ұйықтаймын. Көзімді ашсам 9 қош. Кешкі. 6 сағат ұйықтап тастағанмын. Не беспокоит дегеннен түсініп қойғансың ғой. Сөйтеді да, бұлар звондаған ғой мені іздеп. Бірақ бір гостиницадан бірнеше адамды әкетеді, сол мен жатқан кезде. Жалғыз өзім жатқан жоқпын. Сөйтіп маған звондаған, мен алмағам. Мен қатты ұйықтап қаламын. Қатты шаршағанмын, суға түскенбіз ғой. Суға түсіп жүре бергенбіз, балаларым деп сөйткенмін. Әйтпесем сап-сауымыз бір деп бір түсінемін да, өзімді өз-өзіме кейін оправдание таба алмай жатырмын да, неғып бүйтіп жатырмын деп. Ішіп алып келсем мақұл түсінетін ше, малсың ба деп өзің айтады ішкен істеп. Сап-сау адам просто суға түсіп шаршап, ұйықтап, көзімді ашсам 9. Сөйтеміз, звондайды, амағам, в общем, барам ғой 9-да. Барсам, уже концерт бітіп жатыр. Ана ведущий маған жынданып қарап тұр. Екінші, бүкіл өзі жүргізген жалғыз. Қазақша ешкім жүргізбеген. Жоқ қой, қиналып жүргізген бар жалғыз. Бүкіл груз соған түсті енді. Әйтеуір екеуміз екіге бөлініп кетеді. Сөйтемін да ана кісі қараймын, ол да айтады. Ренжімеңіз. Қаяқта болдың дейді. Комнатада жаттым. Комнатада болдың сен? Жоқ деді комнатада дейді. Жоқ емес, мен жатырмын ғой іште, не беспокоит деген деп қойып жаттым ғой іште. Сен жоқ деді онда дейді. Білмеймін, мен іште ұйықтадым. Кеп тұртсе, тұршабы деп нағып қалдым да іште өкініп. Ренжімеңізші, мен кінәм дедім. Сонымен сол бір өкінгенім бар. Сол әлі бір миымнан кетпейді. Өйткені бір подвел ғой человек. Үлкен шараны мені бір шақырып тұрған кезде жауапкершілік. Ол жауапкершіліктің жоқтығы деп айтқым келіп тұрған жоқ ше. Жоқ, сондай бір ситуация болып қалды ғой негізі. Мүмкін, иә. Сіз андай сәттермен өте көп байланыс екен сізде. Көрдіңіз бе, сәт қой қайтадан. Ол басқаша түсініп қалды да, уже безответственный деп қабылдап қалуы мүмкін да өмірде. Мен енді басқа жұмыстарымды ол кісі білетін шығар. Сол бір құмалақ, бір қарынмай шентіп тұр ғой, былай қарағанда. Сондықтан да жауапкершілік па? Жауапкершілік танытпаған кезім бола ма? Бір ұйықтап қалдым ғой. Ұйықтап қалдым сен философский кетіп қалдым ғой. Ұйықтап қалдым. Болды. Келесі сұрағымыз бізде 23. Енді осы жасқа жетіп, өзіңіздің мектеп бітірген оңдасынға қандай кеңес айтасыз? Қателесуден қорықпашы үшін. Қателесуден. Қателессем бір жаман бала или бір жаман руководитель немесе бір жаман образ болып қаламын деп қорқудың қажеті жоқ. Ондай болды ғой сізде. Өйткені жақсы бала болуға тырысасың ғой. Үздік оқушы болуға түсіндің мектеп кезіндегі. Синдром отличника емес па? Да, сондай. Өйткені біздің отбасыда мамамен айттым, кітапханада істеген жалпы кітап бойынша. Әкесі де, менің әкем агроном тоже. Мамамның да әкесі агроном болсын да үлкен. Яғни үйде бәрі міндетті түрде білім алу керек. Міндетті түрде оқу керек. Баланы оқытпау это катастрофа ғой. Олар үшін семьяда. И міндетті түрде бала бос уақыт болмау керек. Жұмыс тіршілік тек баулу әр нәрсеге бір нәрсеге сөйтіп айтып тұрмын ғой жаңағындай ғой. Мектептен шығасың, музыкаға кетесің, музыкадан шығасың, есіктің алдында өзіңнің ең жұмыс тіршілігің бар. Балалармен футбол ойнап келсең келдің, келмесең қайтадан сол нәрсе. Сондықтан да сол қорықпа, қателесе бер, құрсыншы. Адамбыз ғой. Күшті. Жаза кетіңіз. Қателесе бер. Сіз үшін бір сөзбен немесе бір сөз тіркесімен бақыт деген не? Ертеңгі күнім. Ертеңгі күніңіз. Соны берсе маған, сол ертеңгі күнді, маған сол бақыт. Күнде ертеңді бере берсін. Түсіндіңіз ба? Иә. Солай жүре берейінші. Күшті. 25. Бұл бізде анкета ұнады ма аға? Сұрақтар күшті. Енді кейбір сұрақтар баяғыдан традиционно келеді қал сұрақтар ғой. Иә, енді әдемі. Сізбен кейбір сұрақтар бір басқа нәрселерді бір айтуға, әңгіме қылуға, өрбітуге болатын сондай жақсы сұрақтар екен. Сондықтан да жақсы формат. Сұхбаттың да әдемі бір несі ғой, формуласы ғой. Сондықтан да тоқтама. Рахмет. Қонақтарың көп болсын, осындай қызықты сұхбаттарың. Егерде біреудің көңілінен шығып жатса,
бізге біреуге біз яғни оңдасын Құлымбетов қызық болады да неге таратпасқа. Иә, әлбетте. Жаза кетіңіз онда, анасы ұнады деп. Ұнады. Және 26 бұл бізде есіңізде болса, біз міндетті түрде қол қоятынбыз анкетаға. Болды. Иә, өзіңіздің қолыңыз қоя кетіңіз. Бәрекелді. Керемет. Бізде қонақта болған Оңдасын ағамыз, үлкен рахмет келгеніңізге, көңіл бөліп келгеніңізге. Көрермендермен олай болса қоштасамыз. Bir келіңіздер, лайк басыңыздар, комменттеріңізді, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Тағы кімді көргілеріңіз келеді бұл форматта, оны да жаза кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет ағасы. Жақсы ереке, айналайын, молодец. Тоқтамайын, тұра бер. Жесісінде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тақсыған өзен гүрілдеп, кеп айтатын абай болу қайда маған, болмасам да ән жаздым арнап саған, сенім менде көп ішінен таңдап алғам, мендегі ән бәлкім сендік талғам. Не қалайсың мені, не қыласың мені, жүрегімнің емі, доля ми фарені. Не қыласың мені, доля ми фарені, жүрегімнің емі, не қалайсың мені. Жұлдыз көй тауларда сыбырлайды аймаңы, жалғызсырап қалғанда тек көзіңді айтады. Кездерім жоқ өзің жайлы ойламаған, сөздерім көп арналаттым тыңдағалам. Сен бар жерде мен қанатым жайған адам, сен жоқ жерде мен жайған адам. Не қалайсың мені, не қалайсың